Қайырлы күн оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Динара. Бүгін цитибили приправасымен жасауды бөлісемін. Әрине, ең бірінші бізге тап-таза осындай қызанақтар қажет болады. Екіншіден, осындай жартылай ашты бұрыштар керек. Содан кейін тәтті бұрыш, сарымсақ, укроп, қант, тұз және де аспирин қосамыз. Алдымен қызанақтарымызды жуып тазалап төртке бөліп, бас жақтарын алып тастаймыз. Туралған қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанағымызды өткізіп алғаннан кейін бір ыдысқа құя береміз. Енді дәл осылай жартылай ашты бұрышты да ет тартқыштан тартып аламыз. Бұрыштардың бәрін өткізіп алғаннан кейін қызанақтың үстіне бәрін бір ыдысқа құя береміз. Негізінен цитибили приправасы бұл грузин халқының томатный соусы. Өте хош иісті, қышқыл да тәтті, аштылығы да бар приправа. Сірке су қосылмаса да өте жақсы сақталады. Цитибили ерекше бір дәм беріп тұрады, әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Каналым сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Енді тәтті бұрышты да тура осылай ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанағымызды, жартылай ашты бұрышымызды, тәтті бұрышымызды, сарымсағымызды бәрін бір ыдысқа құйып, жақсылап араластырып, орташа отта 40 минуттай қайнатамыз. 40 минуттай уақыт өтті, енді үстінен укропымызды турап салып, 5 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Дәміне қарай тұз, қантымызды да өлшеп саламыз. Бүгінгі жасаған өте дәмді, аппетитті ашатын цитибили приправамыз дайын болды. Ал енді тап-таза банкаларға бәрін құйып шығамыз. Бұл жерде 0,7 литровый банкалар менде, сондықтан да аспириннің 1/3 бөлігін үгітіп саламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Әр түрлі тамаққа да қосып, нанға да жағып жесеңіз өте дәмді. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ас болсын.